Шілденің соңғы күні осы айдағы ең үздік трансферлерді жинайтын кез келді. Өткен айдың қорытындысы бойынша маусым айының топ 10 трансферін жасаған едік. Екінші тайм арнасында оны осы жерден көрсеңіздер болады. Енді шілде айының кезегі келіп тұр. Бұл айда да сауд футбол клубтары өте белсенді болды. Еуропалық командаларда қалысқан жоқ. Жалпы шілденің топ 10 трансферін жасау өте қиын болды. Себебі таңдау өте көп. Осы видеоны көріп шығып, егер менімен келіспесеңіздер, өзіңіздің нұсқаңыз бойынша топ 10 трансферді міндетті түрде комментарийге жазыңыздар. YouTube каналымызға жазылып қойыңыздар. Бұл екінші тайм арнасы Есет Төлеш, шілде айының топ 10 трансфері. Кеттік. Біздің достарымыз TNC KZ-тің қосымшасының сілтемесінің комментарийде қалдырамын. Төменге барып жазып алыңыздар, жүктеп алыңыздар. TNC KZ Қазақстандағы ең көңілді букмекер. Бұл шексіз бонустар, үлкен көлемдегі кэшбэк және өте ыңғайлы қосымша. Дегенмен бәс тігу пайда көру құралы емес, уақыт өткізу көңіл көтеру амалы екенін ұмытпаңыздар. Топ 10 трансферді ПСЖ-ның жаңа қорғаушысы ашады. Милан Шкриньяр Интерден париждік командаға ауысты. Негізі Милан Шкриньярдың ПСЖ-ға ауысатыны биыл жылдың басында қаңтарда белгілі болған, бірақ ресми түрде осы шілденің басында ғана париждік командаға ауысып отыр. Милан Шкриньяр ПСЖ-мен 5 жылдық келісімшартқа қол қойды. 28 жастағы орталық қорғаушы ПСЖ сапына еркін агент ретінде ауысып отыр. Милан Шкриньяр өткен маусымда Интер сапында бар болғаны 31 матчта алаңға шықты, гол соқпады, бір нәтижелі пас берді. Барлық турнирде жалпы алғанда 31 ойын, бұл өте аз. Себебі Милан Шкриньяр маусымның екінші жартысында жарақатына байланысты алаңға көп шыға алған жоқ. Ақпаннан бері 3 түрлі жарақат алды. Салдарынан 22 матчқа қатысқан жоқ. Интердің Чемпиондар лигасындағы ерлігіне ешқандай қатысы жоқ. Себебі Милан Шкриньяр Интер сапында Чемпиондар лигасында тек 8-ден бірінші финалда ойнады. Одан кейінгі кезеңдердің еш қайсысына қатыспады. Милан Интер сапында 6 жыл ойнады. Осы уақыттың ішінде ел чемпионы атанды, 2 мәрте кубок жеңді, 2 мәрте Италия супер кубогында топ жарған еді. Биыл осы Милан Шкриньяр ПСЖ сапына ауысқаннан кейін желіде Миланға қатысты бір мем тарады. Осыдан тура 1 жыл бұрын 2022 жылдың жазында Милан Шкриньяр өз сұхбатында Интер футбол клубының аңызы болғым келеді деп айтқан болатын. Содан кейін міне бар болғаны 1 жыл өтті. 1 жылдан кейін футболшы ПСЖ-ның ойыншысы атанып отыр. Ардагерлердің Реал Мадридке ауысуы 9-шы орында. 18 жастағы өте жас футболшы, болашағынан үміт күттіретін футболшы. Дегенмен біз оны шілденің қорытындысы бойынша 9-шы орынға қоюды жөн көріп отырмыз. Себебі жаз бойы ардагерлерге түркиялық жас вундеркиндке Барселона мен Реал Мадрид таласқан болатын. Барселона сапында арнайы гюлерді алып келу үшін Деку Түркияға барған. Дегенмен Реал Мадридтің ұсынысынан кейін түркиялық футболшы бас тарта алған жоқпын дейді. Твиттерде Арда Гюлердің Реал Мадридке ауысуы туралы хабарлама лайк саны бойынша 2-ші орынға көтерілді. Тек Роналдудың Манчестер Юнайтедке ауысуы туралы хабарламадан қалып тұр. Яғни жанкүйерлер арасында осындай бір шу шығарған, барлығы күткен трансферді әрине өзіміздің топқа кіргізуге міндеттіміз. 2005 жылы туған түркиялық футболшыны Реал Мадрид 20 миллион еуроға сатып алды. Фенербахчеден және 2029 жылға дейін келісімшарт жасасып тастады. Кумирім бе? Роналду, Зидан, Гути, Озил. Мен бұл клубтың аңызы болғым келеді. Реал Мадрид хабарласқан кезде басқа ұсыныстар құнын жоғалтты. Тек Реал Мадрид. Ардагерлердің дәл осы сұхбатынан кейін негізі түркиялық футболшы біраз күлкіге қалды. Себебі дәл осы сөзден кейін кумирім Роналду, Зидан дегеннен кейін жанкүйерлер енді ақымақ емес қой, тексерген Инстаграмнан Роналду жоқ жазылмаған, Зиданға жазылмаған, Мессиге жазылыпты. Яғни Мессидің фанаты, себебі Инстаграмда бұған дейін сторизде Мессидің суреттерін жариялаған, Хабидің видеосына лайк басқан. Енді міне аяқ астынан жанкүйерлер бәрін тауып қойғаннан кейін Роналдуға, Зиданға Инстаграмда жазылып қойыпты. Дәл осы шығарылымның алдында тексеріп шықтым, әлі де болса Роналду мен Мессиге жазылып тұр. 18 жастағы футболшы Фенербахче сапында өткен маусымда барлығы 35 матчқа қатысты, 6 гол соқты, 7 нәтижелі пас берді. 18 жасында. Өткен айда ғана Түркия құрамасы сапындағы алғашқы голын соқты. Вундеркинд, түркиялық вундеркинд. Дегенмен дәл қазір Реал Мадрид сапында ол ойнап жүрген жоқ, жолдастық кездесулердің ешқайсысына әлі шықпады, дебютін өткізбеді. Себебі Реал Мадридте жаттығу кезінде ол жарақат алып қалған, алдағы уақытта тізесіне ота жасатуы әбден ықтимал деп жатыр. Сондықтан 18 жастағы футболшының тезірек жазылып кетуіне тілектеспіз. Алдағы маусымда Реал Мадрид сапында біраз қызық көрсетуі мүмкін. 8-ші орында аңыздың оралуы. Анхель Ди Мария Еуропаның біраз командасын аралап шығып Бенфикаға оралды. Аргентиналық футболшы 35 жасқа келген кезде өзін Еуропаға алып келген Бенфикаға оралып отыр. Еркін агент ретінде ол португалиялық командамен 1 жылдық келісімшартқа қол қойды. Анхель Ди Мария Лиссабондық команда сапында сонау 2007-2010 жылдары өнер көрсеткен, одан кейін Мадридтік Реалға ауысты, Манчестер Юнайтедке, ПСЖ-ға, Ювентусте ойнап, ақыр аяғында міне Еуропада Чемпиондар лигасын жеңіп алды, әлем чемпионы атанды. Жалпы
футбол аңызына айналып Бенфикаға оралды. Тамаша. Бенфикадан кезінде 22 жасында кетті де 35 жасында оралып отыр. Өткен маусымда Анхель Ди Мария Ювентус сапында өнер көрсетті. Бір маусым Туриндік командада ойнады, бірақ ештеңе жеңген жоқ. Алғаны трофей емес, санкциялар. Түрлі қаржылық махинацияға байланысты Туриндік команда біраз санкцияға ұшырады, Еурокубоктардан шеттетілді, ұпайлары шегерілді. Ақыр аяғында міне қиын бір маусымнан кейін Ди Мария Туриндік командадан кетті. Дегенмен қартайып қалған футболшының статистикасы нашар емес. Жалпы алғанда 40 матчқа қатысты, 8 гол соқты, 7 нәтижелі пас берді. Осы үшін респект, ақшаның соңынан кетпей Еуропаға алып келген Бенфика еді. Бенфикадан міне Еуропадан кетіп қалса да болады, әдемі болады бәрі. 7-ші орында оңтүстік кореялық Ким Мен Дже Италия чемпионы Бавария сапына ауысты. Осы маусымда Наполидің А сериясындағы барлық жетістігіне басты үлесін қосқан футболшылардың бірі оңтүстік кореялық қорғаушы Ким Мен Дже болатын. Оны Мюнхендік команда 50 миллион еуроға сатып алды. 2028 жылға дейін бірден келісімшарт жасасып тастады. 26 жастағы қорғаушы өткен маусымда Наполидің керемет өнер көрсетуіне басты себепкерлердің бірі. Жалпы алғанда 45 матчқа қатысты, 2 гол соқты, 2 нәтижелі пас берді. Әрине, орталық қорғаушы үшін мұндай нәтижелі ойын аса маңызды емес. Ең маңыздысы Наполидің қорғаныста керемет ойнауы. Себебі Ким Мен Дже өткен маусымда Италия чемпионы атанып қоймай, А сериясының ең үздік қорғаушысы атанды. Үздік қорғаушыны 50 миллионға сатып алды Бавария. Трансферде басқа дейді олардың. Айтпақшы, Баварияға кетпес бұрын оңтүстік кореялық қорғаушы өз еліне барып 2 апта әскерден өтіп келді. Негізі Ким Мен Дже үшін карьералық өсім жыл сайын тым жоғарылап бара жатыр. Мысалы 2020 жылы ғана ол қытайлық Бэйцзэнь Гуань деген командада ойнап жүрген. 2021 жылы Фенербахченің ойыншысы атанды. 2022 жылы Наполи сапына ауысты. Ал енді 2023-те Баварияға неміс грандына ауысып отыр. 6-шы орында қақпашы Андре Онана Манчестер Юнайтедтің голкипері. Жазба салысымен Манчестерлік команда Интердің қақпашысына көз тікті де ұзақ уақыт бойы келісу жүргізді. Ақыры шілдеде оны ресми түрде сатып алды. Камерундық қақпашы үшін Манчестер Юнайтед Интерге 52 миллион 500 мың еуро ұсынған және бонус ретінде тағы 5 миллион еуро төлейді. Жалпы Миландық команда жақсы ақша істеп қалды. Былтыр Андрені еркін агент ретінде Аякстан алып келген, биыл енді міне 52 миллионға сатып тұр. Онана негізі қақпашы үшін әлі жас, бар болған 27 жаста. Осы жазда Манчестер Юнайтедте 12 жыл бойы тұрған Давид де Гея командадан кеткенін білесіздер. Оның орнына жаңа голкипер келді. Өткен маусымда Андре Онана 41 матчқа қатысты. Интер сапында 36 гол жіберді, 19 кездесуде өз қақпасына гол жіберген жоқ. Оның ішінде Чемпиондар лигасындағы 13 кездесудің 8-інде өз қақпасын құрғақ сақтап қалған. Бұл Интер футбол клубының тарихындағы рекорд саналады. Жалпы Интердің Чемпиондар лигасының финалына жетуіне осы Андре Онананың қосқан үлесі көп. Оның сейфтері, былайша айтқанда, Миландық команданы Чемпиондар лигасының финалына алып шықты. Тек Онананың ашуына тиюге болмайды. Былтыр Камерун құрамасы сапында әлем чемпионатына кетіп қалған естеріңізде болар. Ол кезде бас бапкерімен дауласып қалған еді. Ал өткен маусымда Чемпиондар лигасының 8-ден 1-ші финалында Портуға қарсы кездесуде өз командасының шабуылшысы Эдин Джекомен жанжалдасып қалған. Чалханоглу ұстамаса тіпті төбелесіп кетейін деп тұрған. Сондықтан Манчестерлік команданың футболшыларына алдағы уақытта Онанамен сөйлескен кезде сәл сақ болу қажет. Аузын абайлап ашу керек, әйтпесе Онананың ашу жаман. Доминик Сабаслай 5-ші орында. Лейпцигтен Ливерпуль сапына ауысты. Ливерпульді команда осы жазғы трансфер кезеңінде бар болғаны әзірше 2 трансфер жасады. Бұған дейін Алексис Макалистерді сатып алған болатын. Оны біз маусым айындағы топ 10 трансферде айтқанбыз. Ал шілдеде тағы бір жартылай қорғаушы келіп отыр. Бұл жолы Red Bull Leipzig командасынан ауысып келді. Венгриялық жартылай қорғаушы үшін Ливерпуль неміс командасына 70 миллион еуро төледі. Және 22 жастағы футболшымен 2028 жылға дейін келісімшарт жасасты. Сабаслай негізі алаң ортасында да, қапталда да ойнай алады. Дегенмен Ливерпульде қос қаптал проблема емес. Ол жақта Диаз бен Салах бар, Гакпо бар. Ливерпульге алаң ортасындағы футболшы керек. Негізі шабуылдаушы жартылай қорғаушы позициясында өзін жақсырақ көрсетіп жүр. Дегенмен клуб оны басқаша пайдалануы мүмкін. Сабаслай өткен маусымда Лейпциг сапында 46 матчқа қатысты, 10 гол соқты, 13 нәтижелі пас берді. Лейпцигпен бірге Германия кубогын жеңіп алған болатын. Венгриялық ойыншы Ливерпуль сапында 8-ші нөмірді таңдады. Бұған дейін Макалистер Стивен Джеррардке тиесілі 8-ші нөмірді алуға жүрексінген болатын. Дегенмен Сабаслай қорыққан жоқ. Бірден 8-ші нөмірді алды. Фанаттар бірден жақсы көріп кетті оны. Венгриялықтар енді қорықпайды ғой, мажарлар. Қазақтардың туыстары. Венгрияда қыпшақтардың ұрпағы тұрады. Сондықтан венгр қазақ бір туған. Ливерпульден сөйтіп өзің бір туысың тауып алғансың ғой. Сабаслайға жақтасамыз.
Төртінші орында Сандро Тоналидің көз жасы, яғни Миланнан Ньюкаслға ауысуы. Миландық команда 23 жастағы тіреуші жартылай қорғаушысын Ньюкаслға 70 миллион еуроға сатып жіберді. Англиялық команда болса, италиялық жартылай қорғаушымен 2028 жылға дейін келісімшарт жасасты. Осылайша Тонали тарихтағы ең қымбат италиялық футболшы атанып отыр. Дегенмен Сандро бұл трансферге қарсы болған, Ньюкаслға ауысқысы келген жоқ, себебі ол бала кезден Миланның фанаты. 2020 жылы Миландық командаға ауысқан кезде ол бала кездегі арманым орындалды деген. Мальдини секілді осы команданың символына айналғым келеді деген еді. Бар болғаны 3 маусым өтті. 3 маусымнан кейін Милан оны Ньюкаслға сатып жіберді, себебі Миландық командаға ақша керек қазір. Тоналидің өзі Миланнан кеткісі келген жоқ. Ньюкаслға кетесің деген кезде тіпті кейбір қауесеттер бойынша көз жасына ерік беріп жылап жіберген. Махаббаты дәл сондай футболшыны қалай сатып жібереді, ақша үшін. Тонали өткен маусымда Милан сапында 48 матчқа қатысты, 2 гол соқты, 10 нәтижелі пас берді. 2021 жылы Италия чемпион атанған болатын. Сөйтіп сүйікті клубында 3 жыл ойнады да Англия премьер лигасына келіп отыр. Үздік үштікке келдік. Бұл жолы да Англия футболындағы трансфер Мейсон Маунт, Манчестер Юнайтедтің ойыншысы. Тонали Миланнан кеткісі келмесе, Маунт болса керісінше оны академиядан бастап өсірген Челсидің құдығына түкіріп Манчестер Юнайтедке кетіп қалды. Челсидің фанаттары Маунтқа біраз ренжіді, дегенмен Мейсон 2024 жылы аяқталатын келісімшартты күтпей, оны созбаймын деді де, тегін емес ақшаға Манчестер Юнайтедке кетіп қалды. Манчестер Юнайтед Челсиге Маунт үшін 70 миллион еуро төледі. 24 жастағы футболшымен 2028 жылға дейін келісімшарт жасасты. Мейсон Маунт үшін өткен маусым өте сәтсіз болды. Ол барлық турнирде 35 матчқа қатысты, 3 гол соқты, 6 нәтижелі пас берді. Жалпы жарақаты көп болды өткен маусымда. Манчестер Юнайтед біраз тәуекелге барып отыр, себебі сәтсіз маусымнан кейін бұл футболшыға 70 миллион еуро төлеу нағыз тәуекел. Тен Хаг болса Нидерландта ойнаған футболшыларды алып келу дәстүрін жалғастырып жатыр, себебі Мейсон Маунт кезінде Витес сапында жалда ойнаған. Және Витесте жүрген кезде кәсіпқой карьерасындағы ең алғашқы голын осы Тен Хаг жаттықтыратын Утрехт қақпасына соққан еді. Тен Хаг шамасы сол кезде Маунтты байқап қалып, өз командасына алғысы келген шығар. Міне арманың орындалды. Маунт алып келді 70 миллион еуроға. Маунт Челсида жеңіп алуға болатын халықаралық турнирдің бәрінде топ жарды. Чемпиондар лигасын алды, УЕФА суперкубогын алды және клубтар арасындағы әлем чемпионы атанды. Дегенмен Англияның ішінде ештеңе жеңіп көрген жоқ. Кубокта да, лига кубогында да, Англия премьер лигасында да жолы болмады. Соңғы бірнеше айда Челсидің жоспарына кірмейтінім түсінікті болды. Юнайтед маған қызығушылық танытып жатқанын білгенде бірден шешім қабылдадым. Бұл аңызға айналған мықты футболшылар ойнаған үлкен клуб. Әу бастан Манчестердің бір бөлігі болғым келді. Маунт осылайша Манчестердің бір бөлігі болды. Хуан Мата мен Немания Матичтің ізімен Челсиден Манчестер Юнайтедке ауысты. Екінші орында Еуропадан Сауд Арабиясына. Өткен айдағы топ 10-ды көрсеңіздер, бұл не екенін түсінесіздер. Осы видеоны көріп отырсаңыздар, Роберто Фирминио қайда, Риат Марез қайда, Джордан Хендерсон қайда деп ойланып отырған шығарсыздар. Олардың бәрін бір жерге тықтық. Екінші орын Еуропадан Сауд Арабиясына кеткен футболшылар. Себебі шілде айында өте көп трансфер болды. Мысалы, шілдеде Аль Наср сапына бірден 3 футболшы ауысты. Бірінші кезекте бұл Интерден Марсело Брозович Роналдумен бірге ойнайтын болды. Тіреуші жартылай қорғаушы. Одан кейін Манчестер Юнайтедтің сол қапталдағы қорғаушысы Алекс Теллес те Аль Наср жейдесін киді. Одан кейін өткен маусымда Ланс командасының капитаны болып Франция чемпионатында біраз сенсация жасап чемпиондар лигасына жолдама алған Секу Фофана күтпеген жерден жазда кетіп қалды командадан. Еуропадан кетіп қалды жалпы. Аль Насрға ауысты болды. Шілдеде Аль Ахли да біраз күшейіп алды. Былтыр бірінші дивизионның чемпионы атанып, енді ғана міне жоғарғы дивизионға жолдама алған Аль Ахли бірден топ 3 трансфер жасады. Бірінші кезекте Роберто Фирминио Аль Ахли сапына ауысты. Ол жақта Эдуард Менди де өнер көрсетеді. Жақында ғана командаға требл жасаған Манчестер Ситиден арнайы Риат Марез келді, оны 30 миллион еуроға сатып алды. Одан бөлек Ньюкаслдың аңызына айналайын деп тұрған Аллан Сен-Максимен кетіп қалды. Чемпиондар лигасына жолдама алғаннан кейін ол да Аль Ахли командасының жейдесін киді кеше ғана. Аль-Хилаль де біраз трансфер жасап тастады. 2 бірдей футболшы алды шілде айында. Бірінші кезекте Лациодан Сергей Милинкович Савичті алып келді Аль-Хилальге, ал Зениттен 60 миллион еуроға бразилиялық Малкомды сатып алды. 60 миллион еуро бұл Сауд футболындағы рекорд саналады. Аль-Иттифак командасына да футболшы келді. Джордан Хендерсон 12 жыл бойы Ливерпуль сапында ойнап, команданың капитаны болып, ақыраяғында команданың аңызы ретінде жалпы Ливерпульден кетіп қалды. Еуропаның басқа клубтарында ойнағысы келмеген шығар. Сауд Арабиясының Аль-Иттифак командасына ауысты. Ол жақта да Ливерпульдің бір бөлігі жүр. Бұл Стивен Джерард Аль-Иттифак командасын жаңа маусымға бас бапкер ретінде дайындап жатыр. Міне шілде айында осындай 9 топ трансфер болды Сауд футболының өзінде. Сондықтан бұның бәрін бөліп жармай екінші орынға тығып тастадық. Дұрыс шешім деп ойлаймыз.
Ал енді бірінші орында кім? Бірінші орында біліп отырған шығарсыздар, Арсеналдың ең үздік трансфері осы маусымдағы Деклан Райс Вест Хэмнен Англияның вице-чемпиондарына ауысты. Райсқа осы қыстан бері бірнеше клуб таласты. Вест Хэмнің жартылай қорғаушысына, капитанына Арсенал, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, тіпті Баварияның өзі таласқа түскен болатын. Ұзақ уақыттық таласта Арсенал жеңіске жетті. Манчестер Ситиді чемпионатта жеңбесе де дәл осы трансферде жеңді. Деклан Райс неге бірінші орында десеңіздер, жалпы осы жазда ең қымбат трансфер осы Деклан Райс болып тұр. Арсенал Вест Хэмге бұл футболшы үшін 116 миллион евро төлеген. Бұл Британия футболының ішкі трансферлеріндегі рекорд саналады. Райс өткен маусымда өзінің карьерасында алғаш рет трофей жеңіп алды. Вест Хэммен бірге конференция лигасында топ жарды. Жалпы өткен маусымда барлығы 50 матчқа қатысты, 5 гол соқты, 4 нәтижелі пас берді. Сөйтті де Арсеналға ауысты. Бір жағынан ешқайда көшудің де қажеті жоқ. Себебі Лондон стадиумды Эмирейтске ауыстырып отыр. Ал бұл екі стадионның арасы бар болғаны 8 шақырым. Яғни өткен маусымда бармақ тістеп қалған Арсенал енді жаңа маусымға жаңа күшпен чемпион атану үшін осындай үлкен трансферлер жасап жатыр. Әйтпесе баяғыда Арсенал трансферге 100 миллион жұмсайды десе кім сенетін еді. Міне шілдедегі ең топ трансфердің бәрі осындай. Топ 10 мен келіспесеңіз, өзіңіздің нұсқаңызды комментарийге жазыңыз, міндетті түрде YouTube каналымызға жазылыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.